Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 6 сынып математика пәнінен 3-ші тоқсандағы башаба тапсырмаларын бірге талдап шығаратын боламыз. Екінші нұсқа, бірінші есеп. Тіктөртбұрыш қабырғалары берілген, ұзындығы мен ені осы аралықтарда деп, және онда осы төртбұрыштың ауданы мен периметрін бағалаңыз дейді. Бізде ұзындығы 1,2 мен 2,4-тің аралығында деп берілген, және ені 3 пен 4,5 аралығында делінген. Енді бізде аудан бағалау керек болса, аудан бізде ұзындығы мен енінің көбейтіндісіне тең. Енді осы екі тең қос теңістіктерді біз бір-біріне көбейтіп, ауданын бағалай аламыз. Яғни біз 1,2-ні көбейтеміз 3-ге, аны көбейтеміз b-ға, мына жерде үлкен немесе тең. 2,4-ті көбейтеміз 4,5-ге. 1,2-ні 3-ге көбейтсек, бізде 3,6 болады. 3,6 болады. А көбейткен b ол бізде s-ге тең, яғни ауданға тең. 2,4-ті көбейтеміз 4,5-ге. Сонда 10,8. 10,8 болады екен ауданы. 3,6 мен 10,8 аралығында болады екен аудан. Енді біз периметріне, периметр дегеніміз ол бізде жалпы 2 еселенген ұзындығы мен енінің қосындысына тең. Енді сонда біз осы 1,2 мен 2,4 аралығында ұзындық, ал ені 3 пен 4,5 аралығында. Енді біз осыларды екеуін қосып 2-ге көбейтеміз, яғни 2 еселейміз. 2 еселенген 1,2 қосылған 3. Кіші немесе тең 2 еселенген а қосылған б, ол кіші немесе тең 2 еселенген 2,4 қосылған 4,5. Енді 1,2-ге қосамыз біз 3-ті. 4,2 болады, оны 2-ге көбейтсек 8,4 болады. Кіші немесе тең, мынау бізде периметр деп жазамыз. 2,4-ге қосамыз, біз 2,4-ге қосамыз 4,5-ті, 6,9 болады. Оны 2-ге көбейтсек, бізде 13,8 болады. Периметр сонда 8,4 пен 13,8 аралығында болады екен. Келесі енді бізде екінші есеп. Берілген сан аралықтарының сан түзуінде кескіндеп, қиылысуы мен бірігуін жазыңыз дейді бізде. Қиылысуы мен бірігуін жазыңыз. Сан түзуін салып алайық. Осы жерде 2-ні -5 болады бірінші. Сосын 2-ні кескіндейміз. Енді бізде -5-тің жақшасы жай жақша, онда мына дөңгелектің іші боялмайды. Ал 2-нің жақшасы тік жақша, онда дөңгелектің іші боялады. Жауапқа кіреді деген сөз 2-міз. Енді бірінші теңістікте бізде минус шекістіктен 2-ге дейін дейді. Яғни минус шекістік мына жақта, сол жақтан сол 2-ге дейінгі аралықта, мына 2-ге дейін келеміз. Енді келесі -5-тен плюс шекістікке дейін дейді. Яғни -5-тен басталады, плюс шекістік оң жағында былай қарай кете береді. Енді сан түзуінде кескіндеді, қиылысуы мен бірігуін жазуымыз қажет. Енді бізде минус шекістіктен 2-ге дейін бірігу -5-тен плюс шекістікке дейін. Онда біріккен кезде мына барлық жауапты аламыз. Онда минус шекістіктен плюс шекістікке дейін болады екен. Енді бізде бірігу минус шекістіктен 2-ге дейін, қиылысу деген. Минус 5-тен плюс шекістікке дейін. Қиылысу ол бізде, мына, екеуінің бірге боялып тұрған жері, демек -5 пен 2-нің аралығы. -5 пен 2-нің аралығы, және -5-тің жақшасы жай жақша болады, себебі дөңгелектің іші боялмаған. 2-нің жақшасы тік жақша болады. Себебі дөңгелек іші боялған, және жауапқа кіреді.
Келесі біздің үшінші есебімізде төмендегі сан аралықтарды теңсіздік түрінде жазыңыз дейді. Енді бұны теңсіздік түрінде жазатын болсақ, -4-тен кіші үлкен немесе тең болады x'іміз, ал 6-тан кіші немесе тең болады екен. Санның үстінде салып көрсететін болсақ, ол былай деген сөз. Дөңгелектің іші боялады, -4 пен 6-ның аралығындағы сандар деген сөз. Келесі басында бізде -5-тен +6-ке дейін. Яғни x'іміз бізде -5-тен үлкен немесе тең деген сөз. Сан үстінде салып көрсететін болсақ, егерде -5 дөңгелектің іші боялады. Одан үлкен сан деп тұр ғой, онда мына жақ +6-ке дейін -5-тен үлкен сандар оң жағында орналасады оның. Келесі біздің төртінші есебіміз теңсіздіктер жүйесінің бүтін шешімдерінің санын табыңыз дейді. Неше бүтін шешімі бар дейді. Так, 6 қосылған 2x үлкен. Так, 12 азайтылған x-тен. Так, 3x қосылған 5 кіші 21 азайтылған x-тен. Так, енді ары қарай теңсіздіктерді шығарамыз. X-терді теңсіздіктің сол жағында жинақтайық. 2x, мына жақта -x, ол жаққа +x болып барады. Үлкен. Так, 12-ні жазамыз, 12-ні. Так, мына жақта 6 қосылып тұрса, мына жаққа азайту болады. 12-ден 6 азайтылады. 3x-ті қалдырамыз. Мына -x, мына жаққа +x болып барады. Кіші 21 жазамыз. Мында +5 болса, мында -5 болады. Так, 2x-ке x-ті қоссақ, 3x үлкен. Так, 12-ден 6-ны азайтсақ, 6. 3x-ке x-ті қоссақ, 4x. 21-ден 5-ті алсақ, 16. X үлкен. Так, 6-ны 3-ке бөлсек 2. X кіші, 16-ны 4-ке бөлсек 4. Так, енді сан үстінде кескіндесек болады осыларды. Так, бізде 2, мында 4-ті белгілейміз. Мына жақтан былай қаралған себебіміз 4 2-ның оң жағында орналасады. Енді 2-ден үлкен дейді x-іміз. Демек, 2-ден үлкен сандар 2-ның оң жағында орналасады. Так, x-іміз 4-тен кіші дейді. 4-тен кіші сандар 4-тің сол жағында орналасады. Сонда біздің жауабымыз мына аралық болады, ол 2 мен 4-тің аралығы болады. И дөңгелектің іші боялмайды, себебі бізде жай теңсіздік мына жерде. Сонда жауабымыз 2-ден 4-ке дейінгі аралық болады, жақшалары жай болады. Мына жер боялмағандықтан дөңгелектің іштері. Так, неше бүтін шешімі бар дейді бізде. Немесе былай көрсетсек болады мына жерге, жақсы. Бір сан осындай көрсетсек те болады былай. 2-ден 4-ке дейінгі аралық, екеуінің арасындағы сан, ол бізде 3. Мына 2 мен 4 жауапқа кірмейді. Бүтін сан деп тұр ғой, сондықтан 3-ті аламыз. Сонда бүтін шешімі деп жазайық мұнда. Бүтін шешімі 1 дейміз. Себебі бүтін шешімдерінің санын тап дейді мына жерде. Нешеу деп тұр.